Мен Қозыбаева Гүлдана Мейманхановна, педагог-модератор. Ұйымдастырылған іс-әрекетімнің тақырыбы нан дастарханға қайдан келеді? Бидайды қалай пайда болатындығын бәріміз бірге тамашалайық. Егін алқабына бірінші бидайды екпес бұрын жерді жыртып алады екенбіз. Трактордың көмегімен жер жыртылады екен. Жер жыртылып болғаннан кейін дәнді жерге себеміз. Мінекей, дән себіліп жатыр. Көктемде дәнді жерге егеміз, суғарамыз. Одан бидайлар өсіп шығады екен. Оны бидайды комбайнның көмегімен орамыз. Міне орып жатыр, балалар, Енді ол жиналған бидайды наубайханаға апарамыз. Мынау балалар наубайхана. Наубайханадан балалар ұн жасалынады екен. Мінекей балалар, міне қап-қап болып ұндар жасалынып жатыр. Оны тракторменен тиеп алып, диірменге апарады. Балалар, міне менің қолымдағы бидай. Осыны балалар, бидайды қауырсынан ажыратайық, балалар, Кәне, келе ойындар бен қарай. Бидайды қауырсынан ажыратайық, Міне, қолдарына ұстай қойыңдар. Біреуден ала қой, Бұл бидайды балалар қауырсынан ажыратып, мұнда саламыз, кәнекей. Бидайдан ұн жасалынады. Бидайды орып әкелеміз, Орып келген бидайымызды қауырсынан осылай ажыратуға да болады екен, балалар, Жарайсыңдар, балалар. Балалар, кәнекей, үгіткен бидайымызды мына ыдысқа салайық, балалар, Кәнекей кезекпен. Көп бидай үгітіпсіңдер, балалар. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, менің қолымдағы мынау бұйым келі. Келіні балалар, бидайды осыған салып, келсаптың көмегімен әжелеріміз бидайды түйген. Келінің келіге салып, келсапты ұру арқылы түйген. Барлығымыз солай істейміз бе, балалар? Қазір олай болса мен сендерге келілердің ішіне бидай салып. Бидайды бірінші келінің ішіне салып аламыз осылай, балалар. Сөйтіп, мұндағы келсаптың көмегімен түйеміз, кәнекей. Қазір, балалар, апай салып алсын, бірге бастаймыз, кәнекей. Келіні жоғары, келсапты жоғары көтеріп, түйеміз, кәнекей, осылай. Жарайсыңдар, балалар. Осылай әжелеріміз бидайдан ұн жасаған екен, келінің көмегімен. Балалар, келімізге қарақшы. Бидайымыз ұнтақталып бекен. Кәнекей. Мінекей, балалар, жаңағы салған бидайымыз ұнға айналыпты. Аппақ осылай ұнға айналады екен, балалар, Енді осы ұнымызды мынау тостағанға салып жинақтап алайық, балалар, Ой, жарайсыңдар, балалар. Бидайды күшті түйеді екенсіңдер сендер. Осылай, балалар, әжелеріміз бидайды келінің көмегіменен бидайға ұнға айналдырған, балалар? Балалар, жаңағы сендердің түйген бидайларынан не пайда болған еді, балалар? Ұн пайда болған, балалар, Ол ұнды балалар мен наубайханашыға беріп жіберген болатынмын. Сендерге наубайханашы тәтті тоқаштар, нандар пісіріп беріп жіберді, балалар, дәм ауыз түйіңдер.
тәтті тоқаштармен шай ішіңдер балалар. Біз бидайды үгеттік, балалар, оны бидайдан ажыратып, неге салдық балалар? Келіге салдық, келіге салып, оны келсаптың көмегімен үгетіп, түйіп балалар, ұн жасадық. Мінеке, ұннан тәтті нандар пайда болды балалар. Жарайсыңдар балалар. Бүгін күшті